Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді шығатын сүтті құс тортының рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы майымызды саламыз және де үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Сосын бір банка сгущенкамызды салып, жақсылап миксермен араластырып шығамыз. Електен өтілген ұнымызға жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Салмасына азан қосып, ұнымызды алғашында миксермен осылай қозғап шығамыз, жан-жағына шашамас үшін. Сосын жақсылап миксерлеп шығамыз. Қоюлығы осындай болу керек, қою болу керек, консистенциясы крем сияқты болып шықты. Енді кольцомызды алып, пергамент қағазына өлшеп шығамыз. Мен 18 сантиметр тегіп жасаймын. Осылай қаламмен барлығын сызып шығамыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін. Барлығын сызып болған соң, 2 ас қасық осылай күрекшемен тегістеп, өлшеген жерімізге шейін жағып шығамыз қамырымызды. Жағып болған соң, барлығын қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Корждарымыз өте тез піседі. Корждарымызды пісіріп алдық. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Әбден суылған соң, қағазды осылай төңкеріп, жаймен алып аламыз. Корждарымыздың бір-бірінің үстіне қоймауымыз қажет, себебі қойсақ бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді осылай барлығын алып аламыз, кремін дайындаймыз. Мен креміне сливкидің орнына осындай 3 желание деген сгущенканы қолдандым. Егерде сіздерде сливки болмаса, осы сгущенканы қолдансаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Көбінде сливки алуға мүмкіндік болмай жатады. Сол кезде осы 3 желание деген сгущенканы алып қолдансаңыздар болады. Әрі үнемді, әрі өте дәмді шығады. Осылай барлығын жақсылап миксермен араластырып шығамыз. Креміміз осындай қою әдемі болып шықты. Енді тортымызды жасауға кірісеміз. Кольцоны алып, бірінші коржымызды аламыз. Үстіне 2 ас қасық крем салып, жағып шығамыз. Екінші коржымызды дәл солай реттілікпен жасап шығамыз. Ең соңғы коржды алып, үстіне крем жағып шықтым. Өте жұмсақ болып шықты. Сосын
30 минут холодильникке қойып қоюымыз керек, креміміз жақсылап сіңгенше. Сосын пышақпен осылай торттың жан жағын босатып шығамыз. Жайлап кольцоны алып тастаймыз. Сосын бетін тегістеп, әдемелеп шығамыз. Егер де крем артылып жатса, бетіне осылай әсемдеп шықсаңыздар болады. Бетіне анар қойып шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Осындай өте дәмді, жұмсақ, өте керемет шықты. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.